Бас көзі жұмылады, көңіл көзі жұмылмайды. Көңіліңе қарай дос таңда, күшіңе қарай жүк таңда. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тез қолға түседі. Шала мейір, шала байқалады. Тілден зікір, көңілден пікір. Ердің құны сөз емес есебін тапқан сабазға, мойның бұрып сөз айтпас, көңілі қалған аразға. Ақылды көптің көңілін аулар, күншіл жоқты даулар. Шын көңілден айтылған тілекке шындықпен жауап беру парыз. Аған келсе ардақтап атын байлағандай, қонағын келсе құрметтеп, көңілін жайлағандай, тындырымдысың болғанға не жетсін. Көңілі өсіп мейманасы асқан адам кәрлікті мойындамайды. Әркімнің жолдас болсын сүйген досы, біріксе айрылмасын көңілі қошы. Шын көңілден айтылған тілекке шындықпен жауап беру парыз. Күн жылытпайтын суық көңілді сөз ғана жылыта алады. Жырла да, зарла да, көңілім қалың қайғың қайнасын, қиялдың құсы егіліп, іштегі дертті айдасын. Көңіл терең, теңіз білім, тереңінде жатқан інжу маржан. Достарыңның жүрегін құр қошеметпен емес, көңілден шыққан шынайы сөздермен жаулап ал. Көз бен қол көңілдің жалшысы. Адам жалғыздықта ғана өзіне қайтады. Жан дүниесіндегі бар байлығы өзіне ашылады. Ондайда әдемі киіміне қарамастан тоғышардың бейшара көңілі өксік атады. Ал есіл адамдар ен қағырда жүрсе де құлазуға шырайды. Ақылы түгел ойлы адамның баласы осы адам баласының жалықпайтын нәрсесі бар ма? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да, көңілден аз ба? Көптен де жалығады. Оның ішінің бәрін айыбын көреді, баянсызын біледі. Көңілі бұрынғыдан да суи бастайды. Әр адамның көңіл түбінде сырқылмақ бар. Егер оған тиіп кетсек, адам өзіндегі ең жақсы әуенмен сыңғырлай жөнеледі. Әрбір идея оның алдындағынан пайда болып, өз кезегінде кейінгісіне түрткі болады. Міне сондықтан көңіл әрдайым жаңаны іздеп, ешқашан қолжетімді місе тұтпайды. Біз көңілді болғаннан күлмейміз, қайта күлу біздің көңіл қошымызды келтіреді. Адам әзіз айтар деп көңіліңді салмағың, нәпс алдаушы дұшпанның өсетін алмағың. Егер тән ауырса, көңіліңнің күртісі табиғи құбылыс. Сондықтан алдымен сазды әуеннің әсерімен көңілді сергітеді. Осының арқасында дене біртіндеп сауыға бастайды. Ей көңілім, сыйлық күтпе, бұл заманнан қараңғы. Уақыт озар, барлығынан шаң таптырмас адамды. Дерттің әр сәт күшейеді, ауырады тынымсыз. Күткенменен мына уақыт емдемейді жараңды. Жұмыс адамның көңілінен шығу үшін мына нәрселер керек. Ол сол іске лайық болуы қажет. Шектен тыс, тым көп жұмыс істемеуі тиіс. Жұмысы жемісті болып, жетістікке жетуі керек. Өзіңіз кездескен адамдардың 4-тен 3-і көңіліне ортақтасқаныңызды қалайды. Оны білдіріңіз, сонда сізді түсінетін болады. Арсыз көңіл адамды ит етеді, ақыл-айла итті адамда етеді. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 себеп бар. Бірінші, көкірегі байлаулы беріктік. Екінші, ғибратлану, тұншынып, ынтамен ұғу. Үшінші, бірнеше қайтара ойланып, көңілге бекіту. Төртінші, ойды кеселді нәрселермен қашық болу. Көңіл арсыз, нәпсі мешкей. Жетегіне жүре берсең, қатарың сеспей. Жақсы көңіл көтеру де даналық емес деп кім айта алады? Орынсыз көңілсіздік сананы тұмандандырып жібереді.